Астана опера театрының Еуропадағы гастролі жалғасуда. Бұл жолы өнер ұжымы Бельгияның Антверпен қаласында өнер көрсетті. Қазақтың домбырасы мен қобызы Біржан Сара айтысы көпшілікті тамсандырды. Нұрсұлу Қасым, Бельгиядан. Еуропаның өзге елдеріне қарағанда қазақстандық өнерпаздар Бельгияға сирек келеді. Содан болар Астана опера театры өнер көрсетеді деген естіп, жергілікті халық пен диаспора өкілдері қалмай келіпті. Қазақтың бай мұрасына сусаған қауымның мерейін Құдаша думан күйі қандырды. Осы концертті ұйымдастырған театр басшысына алғысым шексіз, өйткені бұл Бельгия халқының Қазақстанда жаңа қырынан тануына септігін тигізеді. Екі ел арасындағы достық қарым-қатынасты одан сайын нығайта түседі. Бұл жолғы концерттің бағдарламасы да алдыңғылардан ерекше. Әлемдік деңгейдегі Ромео мен Джульетта, Аттиладан басқа Борис Годунов, Евгений Онегин сынды орыс опералары да шырқалды. Бірақ көпшілік бәрінен де Біржан мен Сараның айтысына разы болды. Көздің жауын алатын қазақтың ұлттық киімдері, әншілердің орындау шеберлігі көрерменнің таңдайын қақтырмай қоймады. Бельгиялықтар Астана опера театры ұжымының өнеріне ғана емес, музыкалық аспаптарына да тәнті болды. Әсіресе мына менің қолымдағы Иосиф Гварнеридің скрипкасына 1685 жыл жасалған ең көне, ең бағалы аспапта ойнау кез келген музыканттың арманы. Еліміздің музыкалық аспаптар мұражайында сақтаулы тұрған 4 ғасырлық тарихы бар скрипкада ойнау, оны көзінің қарашығындай сақтау Бағдат Әбілхановқа сеніп тапсырылған. Көне аспаптың тарихына қаныққан көпшілік Төлеген Мұхамеджановтың қобыз бен домбыраның сүйемелдеуінде орындалған толғау күйін сілтідей тынып тыңдады. Осыдан 2 апта бұрын ғана Астанада болып, жаңа опера театрына бармадым деп өкініп едім. Бүгін арнайы келіп операны тыңдадым. Өте керемет. Осы сапар Қазақстан мәдениетінің Еуропада кеңірек танылуына септігін тигізері сөзсіз. Бұл керемет концерт. Әрі бельгиялықтар үшін, музыка сүйер қауым үшін баға жетпес сыйлық. Өйткені өзім қазақтың төл музыкасын, әлемдік классикалық туындыларды тыңдап рахаттанып қалдым. Бельгия жұртшылығын 2 сағаттан астам уақыт рахатқа бөлеген концерт осылайша сәтті аяқталды. Астана опера ұжымы көптің көңілін жаулағаны соншалық, талғампаз көрермен тік тұрып қошемет көрсетті. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Антверп.